Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Кен Бидайық ауылының тұрғындары қызыл автобуспен келген Қазақстан Халық партиясы депутаттарына базынасын айтты. Халық шабындық пен жайылымға мұқтаж. Бұл ауылдың тұрғындарына егістік жерден үлес те тимеген. Кезінде таратып берілген үлес кейіннен жеке меншікке өтіп, белгісіз себептермен қолды болып кеткен. Арықтыдан екі шаруа қожалығы отыр, Сабындыдан отыр шаруа қожалықтар. Меншік малдармен ауылдың сол ауылдардың малдарын бағып отыр. Біз өз жерімізде осы ауылдың ішінде тұсап, арқандап бағып отыр. Шықса мына жерде егінге түсет, малдарыңа ие бол дейді. Біз сонда мына отырған халықтың құқы жоқ па? 20 жылдан бері осы ауылды баса берген. Кезінде осында іс жасаған әкімшілікте отырған, жаңағы туа жүргізген жігіттердің ол жұмыстарының мына халыққа хабарламай, пайды жоқ қып жіберген. Не бір дивиденд ала алмайды, не жайылым ала алмайды. Бұл не деген сұмдық? Халықта мал бар, жер жоқ. Қазір осы отырған халықтың басында үйімен өзі бар, басқа ештеңесі жоқ. Шаруалар батын ұйымдастырып, қоғамдық жайылымға ғана мал жай алады. Десе де бұл жерде су жоқ. Бірнеше шақырым жүріп барған мал судан қысылады. 20 жыл бойы қиналып келген халықтың мұнын тыңдайтын ешкім жоқ. Ал жергілікті тұрғындар мәселені заң аясында шешудің жолы басқаша дейді. Бұл сөзді ауыл әкімінің міндетін атқарып жүрген азамат та жоққа шығармайды. Бұл жер өзгерген жоқ. Үкімет бұрынғы кеңес заманынан сол жерлер бүгін де сол жерлер қалып отыр. Сеске округтың жері, жаңағы шаруа қожалықтарының жері. Оғанда ол ауыл шаруашылық жерлер. Қазіргі заманда енді ауылда жұмыс жоқ. Халық малмен күн көріп отыр. Малда басы көбейіп отыр. Бұрын жаңағы жас малдарды қырға қарай апаратын, қазір апара алмай қалып отыр. Сол себептен маңайда егінге түспейтін. Артқы жылы қазір жаңағы не шықты ғой, нерациональное использование земли. Сол уақытта қазір инспекторлар жұмыс істеп жатыр. Қазір мына кісілерге ескерту бергеннен кейін бұлар түгел алтта жаңағы жай егістіктерін пайдаланып жатыр. 100% пайдаланып жатыр. И жайылым жерлеріне жаңағы малдарын әкеп тіркеп пайдаланып өз жерлеріне ие болып жатыр қазір айтқанда. Енді бұл кісілердің жерлері кішкене тарылып қалды. Мал көбейіп жатыр. Оны айтып отыр. Еще есепте мал тіркелмеген. Мыңғырған малы бар халық шаруа қожалығы ретінде жеңілдіктер алынмайтында үлкен мәселе. Өйткені иелігінде заңды жайылымдық жер жоқ, шаруаға ешқандай мемлекеттік жеңілдік жоқ. К вам обращаются люди не просто так. Люди собрались в отчаянии. Это патриоты своей родины, своего Кенбидайыка. Дело в том, что люди жили до этого и молчали. Сделали провороты какие-то с земельными участками, никто ничего не знает. Не было никаких собраний. На сегодняшний момент это все назрело. И люди хотят жить хорошо. От того, что будут люди жить хорошо, будет жить страна хорошо. Ауыл адамдарының мұн мұқтажы тек жайылыммен біткен жоқ. Ауылдағы ғимараттардың біраз бөлігі де жеке меншікке өтіп кеткен. Мәселен, ауыл әкімдігінің ғимараты мен балабақшаның қазіргі хәлінен адам шошиды. Оған назар аударып жатқан ешкім жоқ. Әкімшілік қазір отырған уақытша жеке меншікке өтіп кеткен. Енді негізі ауылда қазір жиналып атып өткенде тағы да звондағанбыз бұларға да. Келшейші айтшайшы жаңағы неге өтіп кеткен ғой жеке меншікке қазір. Мына тоғы қазір жаңағы жерді бәрін алып отырған сол тоғы. Сендердің қызықтарың ба, сендер предложение тастаңдар. Если ұнаса мен нетем. Қазақстан Халық партиясы сайлаған мәжіліс депутаттары мінген қызыл автобус Ақмола облысының Қорғалжын ауданының орталығы Қорғалжын ауылына бағытталды. Мұнда да халық қалаулыларына айтар мәселе жеткілікті. Мақсатымыз сіздердің ауыздарыңыздан естіп, хат бір бөлек, ауыздарыңыздан естіп, мұң-мұқтаждарыңызды айтып, шешілетін мәселе осы жерде болатын болса, міне жергілікті өздеріңіздің әкімдеріңіз Бауыржан отыр, аппарат басшысы Жандос осында келіп отыр. Шешілетін жай мәселе болса осы жерде шешілетінін ескертіп кетеміз. Ал үлкен мәселе облыс және республика көлемінде шешілетін мәселе болса, оны біз қолға аламыз деп келіп тұрмыз. Жергілікті биліктен, басқа да жоғары жақтан көмек болмағаннан кейін халықтың жаңа жан айқайы депсін. Енді айтайын деген біз қазіргі бұл келіп отырғанымыз сол ісіміздің қазір жемісін көріп жатырмыз. Жарты жылдан асты сол уақытта кезінде бұлай өткен жаңағы облыстарымыз сол жерлерден келіп рахметтерін айтып жатқан жағдайлары бар. Малмен жанбағатын Қорғалжындық ағайынның да бар сұрайтынын жайылым. Бұл ауылдың да шабындығы жоқ, жайылымы жекеге өтіп кеткен. Ел болып, жұрт болып, көз алдарында қолды болған жерді қайтара алмай әлек болып отыр. Сондықтан да халықтың ең бар өзінің тіршілігіне керекті жағдай мал.
малына жайылым болса, халқы асырап отқан мысалы өздерінің бала шағасына тамақ болса, одан артық халыққа еш нәрсе керек жоқ. Ең басты тыныштық болса. Сондықтан біз мысалы ешқандай бір сөз көтерген уақытта біреуден бірдеңе тартып алайық деп отырған емеспіз. Мысалы өзіңнің өмір бойы қолданып келген, өмір бойы малыңды жайып келген жерге сырттан келіп біреу келіп, мысалы есігінің алдына соқасын қойып тұрып жыртып атса, қалай оған тыныштықпен қарауға болады? Жайылымның жайы Жұма ауылының тұрғындарында мазалайды. Бар жоғы 24 түтіні бар ауыл малмен күн көріп отыр. Айдаладағы адам аяғы жетуі қиын жерді мекендеп отырғандағы мақсаты да осы малдың жайына байланысты. Бірақ мұндағы тұрғындар жайылым мен шабындық болмай қор болып отыр. Қызыл автобуспен келген депутаттар жұмайлықтардың да мұң мұқтажын тыңдады. Малдың жайлатын шабынды жерді алды, жыртып тастады, бітті. 200 гектар жерді. Біз 200 гектар жерден жаңа шөйімізді алатымыз халық болып. Малды жігіт шапса, содан қаражатты сатып алайық, бірден сатып алайық, аламыз ғой. Ал ауылда жұмыссыздық, сол сүттің майымен, сүтпен, майымен күн көріп отырмыз. Шабындық болса, мал жайылымы көп болса, онда халық өз күнін өзі көріп жүре берер еді. Құсымыз жайып, малымыз жайып жүре берер еді. Бар толғандырып отырған мәселе осы малдың жайылымы мен шабындығы. Айналамыздың бәрі егін ауылдың іргесіне дейін жыртып, егін салып тастады, малдың жайылымы өте тар, бақташы таңертеңнен кешке дейін малдың соңында жүреді. Халықтың жаңа айқайын тыңдауы бұл бір жерде ғана мәселе емес, облыс бойынша, республика бойынша осындай мәселе көп. Сондықтан біз әрі қарай осы ісімізді жалғастыруға дайынбыз, әрі қарай халықтың жер үшін күресін біз қорғаймыз деп сенім білдіреміз.